Тақуалық жүрегінде Алладан басқа еш нәрсенің болмауы. Алладан қорқудың сыртқы және ішкі жағы бар. Сыртқы жағы шариғат бекіткен шеңберден шықпау, ал ішкі жағы ниет тазалығы мен ықылас. Алла Тағала тақуалықты ақырет өмірінің ең жақсы азығы деп атаған. Алла Тағала азық дайындаңдар. Азықтың ең қайырлысы тақуалық. Бақара сүресі 197 аят дейді. Діндар ғылымдар Алладан қорқудан артық азық жоқ дейді. Олар Алладан қорықпайтын жүрек қайғыру керек деп санады. Сондай-ақ ғұламалар ғалымның білімінде 4 қасиет болмаса, онда ғалымның қадірі жоқ. Біліміне де сенуге болмайды. Ондай ғалым кітап көтерген есекке ұқсайды. Олар Алладан қорқу, жүректі дүниеден алшақтату, кішіпейіл болу, нәпсімен күресу. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам адамдардың жәннатқа кіруіне ең көп себеп болатын нәрсе не деп сұралғанда, ол Алладан қорқу және көркем мінез деп жауап берді. Сосын олар ал тозаққа кіруіне деп сұрағанда, ол 2 қуыс, ауыз қуысы, тіл мен құрсақ қуысы, жыныс мүшелер деп жауап берді.